Ал саламатсыздар ма білім алушылар, бүгінгі біздің дебат сабағымызға қош келдіңіздер. Бізде екі топ, бірінші тобымыз қазір оны алдағы уақытта айтып өтеміз сіздерге, жақтаушылар және даттаушылар топтары болып бөлініп отырмыз. Бізде дебатымыздың жалпы тақырыбы ұшқыр ой алаңы, қалдықтарды сұрыптау міндетті болу керек па? Яғни қалдықтарды сұрыптау міндетті болу керек па? Дебаттың біздегі мақсатымыз қалдықтарды сұрыптау міндетті болу керек пе деген тақырыпта әртүрлі пікірлерді тыңдап, экологиялық мәселелерге қатысты қоғамда дұрыс түсінік қалыптастыру, сабақ барысында білім алушылар өз ойларын дәлелдеп, басқа адамдардың пікірлерін құрметтеу арқылы конструктивті диалог жүргізуге үйренеді. Міндеттері экологиялық сана мен жауапкершілікті арттыру, қалдықтарды сұрыптаудың экологиялық маңызын түсіну, оның табиғатта қалай қорғауға көмектесетінін көрсету, қоғамдағы пікірлеріміз қалыптастырамыз және аргументтерді дамытамыз, талқылау дағдыларын жетілдіреміз, жауапкершілік сезімін оятамыз. Дебаттың міндеттері экологиялық сана, яғни қалдықтарды сұрыптаудың маңызын түсіну, қоғамдық пікір, қоғамдағы экологиялық мәдениетті дамыту. Үшінші, талқылау дағдылары, конструктивті түрде қарсы пікірлерге жауап беру. Дебаттың құрылымы: кіріспе, тақырыптарды жариялап топтарға бөлу, кросс кезеңі, әр топ өз аргументтеріне дайындалады, қарсы аргументтерге ұсыну кезеңдері, пікір алмасу, қарсы дәлелдерді жоққа шығару және қорытындылап, әр топ өз дебатымыздың жаңағы тақырыбымызды қорытындылап өтетін боламыз. Резолюция ұшқыр ой алаңы тақырыбында тұлға бойындағы лидерлік қасиеттерді қалыптастыру. Дебаттық турнирге қатысушы екі топты таныстырып өтейік. Бірінші, яғни эко қорғаушылар тобы және де жайлы өмір жақтаушылар тобы болып, екі топқа біз бөліндік. Топтарымызбен таныстырып өтейік. Эко қорғаушылар қоршаған ортаны қорғауды жақтайтындар болып бөлінеміз. Екінші тобымыз жайлы өмір жақтаушылары қалдықтарды сұрыптау міндетті емес деп санайтындар болып бөлінеміз. Табиғат біздің аманатымыз, сұрыптау жауапкершілігіміз. Біздің топ ол жайлы өмір жақтаушылары, яғни біз қалдықтарды сұрыптау міндетті емес деп санаймыз. Біздің ұранымыз тазалық өз еркімізде, жайлы өмір өз қолымызда. Енді ал білім алушылар, қатысушылар, кросс сұрақ кезеңінде бізде 4 аспект берілген. Экологиялық аспект, әлеуметтік аспект, экономикалық аспект және құқықтық аспект болып бөлінген. Бірінші бізде экологиялық аспектке келіп тоқталатын болсақ, бұл жерде қалдықтарды сұрыптау табиғатқа қалай әсер етеді? Сіздердің ойларыңызша біз дебатымызды алып бастаймыз. Ал қатысушылар біздегі Қазақстандағы экологиялық жағдайды жақсартуға қаншалықты үлес қоса алады? Менің ойымша, қалдықтарды сұрыптау ол біздің табиғатымызға үлкен үлес қоса алады және оның бірі табиғи ресурстарды сақтайды, жаңадан мекемелерді ашылады және де минералды басқа да жаман газдар азаяды. Егер де біз қалдықты сұрыптайтын болсақ, онда өзіміздің тұрып жатқан жеріміз де таза болады. Ал екінші, біздегі даттаушы топтарымыз қалдықтарды сұрыптау табиғатқа қалай әсер етеді? Сіздерге сұрақ. Қалдықтарды сұрыптау арқылы қайта өңдеуге жарамды материалдар, пластик, қағаз, металл шыны бөлек жиналып, полигонға тасталмайды. Қайта өңделген материалдарды пайдалану арқылы жаңа шикізат өндіруге қажеттілік азаяды. Келесі сұрақ кезеңі әлеуметтік аспектіде. Бұл ереже барлық азаматтарға міндеттеу қаншалықты әділетті деп санайсыздар? Мен ойымша, бұл қазіргі кішкентай балаларға да бұл міндетті деп ойлаймын, потому что балалар кішкентай кезінен бастап қоқысты қалай тастау керекенін білсе, болашақта да қалай тастау керекін біліп, және де сол одан бөлек сол қоқысты тастаудың бөлек өзінің жауапкершілігімен бірге өзінің жауапкершілігін алып кетеді. Бастаймыз. Бізде сұрыптауды дайындығы қандай деп ойлайсыздар қазіргі уақытта? Келесі біздегі тобымыз айтыңыздар. Қазіргі Қазақстан Республикасында бізде тек қана байлар емес, сонымен қатар байлар мен кедейлер де тұрады. Және де олардың өмір сүру салты екі түрлі. Және де көбінесе көп адамдар оны, яғни
оны қайта өңдеуге қаражаты жетуі де мүмкін, ал кейбіреуінікі жетпеуі де мүмкін. Және де түсіністеушілікпен қарап, жағдаятқа қарап, бізде қазіргі Қазақстан дайын емес деп ойлаймын. Экоқорғаушылар тобы, сіздер неден міндет жаңағы келіспеймін, қарсымын деп айтып жатсыздар? Себебі менің ойымша халықты өңдейді, ол халықтың ақшасынан оны өңдеуге қаражат шықпайды. Ол қаражат мемлекеттің тікелей өзінен шығады, сондықтан бай кедей болып бөлінбейді, бәрібір мемлекет береді. Байлар да бермейді, кедейлер де бұл сұрыптауға ақша қоспайды. Келесі алып кеттік. Тағы да бар ма сұрақ бізде? Және де осы сұрыптауға халықтың ақшасы шықпайды. Өздерінің күнделікті алатын өнімдерін, қалдықтарын сол сұрыптауға салса болуы ешқандай қиындығы жоқ, және де ақшасы да кетпейді. Тек мемлекет қаражатына кетеді болды. Онда сұрыптау баса. Мен келіспеймін, себебі қазіргі кезде ол бөлінген қаражат көбінесе компанияларға тиімді болады. Бәрібір компанияға тиімді болып, компания мысалы қаражаты жетті деп алсақ, оның өзінде де бәрібір компанияның өзі кейін видео отчет немесе отчет ретінде бәрібір мемлекетке, халыққа көрсету керек. Сол кездің өзінде де бәрібір қаражат бөлінеді, бәрібір оларға тіпті бәрі емес, тіпті болмаса жартысының өзі тиеді бәрібір біздің мемлекетімізге. Және де ол сұрыптау компанияларға тіпті қатысы жоқ, өйткені компаниялар не қатысы бар? Сұрыптау дейтін Қазақстан мемлекетінің өзінің неше түрлі компаниясы бар, жаңа Қазақстан, Жасыл ел, көптеген компаниялар бар, олардың бәрі сұрыптауға қатысады. Олардың бәрі экологияны сақтау үшін тырысып жатыр. Келіспеймін, себебі сендер айтқандай, кедейлер де байлар да ақша қоспайды деп ойлайсыңдар. Бірақтан егер сұрыптауды міндетті қылатын болса, ол міндеттілікті орындамасақ, штраф салынады, айыппұл салынады. Ал оған жағдайы жоқ адамдар оны төлей алмайды. Мысалы, міндетті түрде болса. Мен ойлаймын, кедейлердің ақшасы шықпайды, егер де олар мемлекеттің талаптарына сай өмір сүретін болса. Білем, әркім өзінің менталитеті бойынша өмір сүргісі келеді, бірақ та кейбір Қазақстан мемлекетінің талаптары бойынша бір-екі заңды бағыну қиын деп ойламаймын. Өйткені ол барып қоқыс жәшігіне салу қиын нәрсе деп ойламаймын. Толықтай. Мысалы, МРП-ның өзі мысалы автобусқа проезд төлеуге Егер де мемлекет оның бәріне қарайтын болса, қазір далада қонып жүрген болса. Сен айтып жатсың, 1-2 жылдан кейін менталитет өзгеретін шығар, өзің айтып жатқандай Германиядағыдай. Жайлап дұрысталады. Осында менде қосайыншы, тиынмен төледік. Кейін біз карточка қосылдық. Карточка, тұлпар қосылдық. Бірінші Алматы үйренді, содан кейін біздің басқа қалалар үйренді. Енді қазір Таразда бәрін тұлпарды қолданамыз. Басында үйрене алмадық, қазір үйрендік. Бәрібір үйрендік қой. Егер қоқыс шашып болмаса, адамдар адамдар бутылкалардан мысалы қазір интернетте толы ғой, мысалы лайфхактар, мысалы. Егер сіздің ауылыңызда сұрыптау жәшіктері болмаса не істер едіңіз? Егер менің ауылымда сұрыптау жәшіктері болмаса, мен акиматқа барып, акиматта адамдар сөйлесіп, либо өзімнің қолдан істеп, есік ауылына қойып қоятын едім. Сөзмен полностью келсем, акиматқа жазып, мына сұрыптар керек десе, қояды адам. Әрине. Егер де бүкіл халық жабылып, мысалы, митингке шықпай, әшейін бүкіл халықты бір ауыздан барып акиматқа айтатын болса, ол акимат любой кезде, любой уақытта халықтың айтқанын істейді. Проблема шешіп береді. Өткені қоқысқа тастаса, сіз не істер едіңіздер? Екінші топ. Айтасың бағана, өз қолына жасайтын едіңіздер. Сен оны өз қолына жасасаң, кім алып кетеді? Яғни біз қарсымыз, өйткені біздің оған уақытымыз жетпейді. Қоңыраудың өзі 10 минут қоңырау 2-ақ рет беріледі. Оның өзіне біз асханаға, іштханаға барып үлгермейміз. Сондықтан тек қана бір ящик болса болды, соған салып басқа қоқысты жерге емес, қоқыс жәшігіне тастасақ болды ғой. Оны сұрыптаудың керек жоқ. 5-ақ секундта салуға болады оны. Мынау пластик бар, бүйтіп 5-ақ секунд алады. Ол 5 секунд болғанмен Ол қоқыс жәшігі әрбір бұрыштарда болады. Оған барып жүрді. Ол әрбір кабинетте болады. Қоқыс жәшігі болады. және де ол егер де барып қоқыс жәшігіне салатын болса, онда оның өзі адам міндетін істесе, онда адам дисциплинаға
жарайды мектепте ол жәшіктер орнатылды делік. Бірақ ол өңдеу, қайта өңдеу ол біздің денсаулығымызға маңызды ма, ол біздің денсаулығымызға қандай да бір зиян келтіре ма деп ойлану керек. Қазіргі кезде переработанные вещи не всегда лучшего качества, потому что егер ол біздің бірінші қолданғанымыз жақсы болса, оны қайта өңдеп екінші қолданғанымыз ол бірінші қолданғандай жақсы болатыны кім кепіл? Сен айттың да, ол несі? Ол айттың сен. Екінші рет қолдану ол уже жарамауы мүмкін деп. Егер де ол жарамай қайтадан ол мусорға, қоқысқа тастай берсе, онда ақша да кәдімгідей біздің табиғатымызда бұзылады. Егер де қайта өңдейтін болсақ, онда қаражат та көбейеді, және де басқа да мемлекеттермен бізде сауда-саттық бар, инвесторлар бар, олардың бәрі өздерінің ақша салып, қайта өңдейді. Қайта өңдегенде ол тағы да қастарынан басқа да қалдықтарды қосады. Ол уже биологиялық тұрғыда тексеріліп, жаңа өнім болып шығады. Және де ол егер де қайта өңдемесе, онда ол Қазақстан дамымай қалады деп нақты айта аламыз. Өйткені егер де ондай бірінші өзімізден бастамасақ, басқа кімнен бастаймыз? Астана, Алматы, Ақтау, Семей қалаларында уже 2000-нан астам қоқыс жәшіктері бар. Оларды қарап тұрсақ та, шетінен біз Тараз қаласы болып қарасақ, онда олар уже біз үшін дамыған қалалар болады. Ал егер де сол мемлекет біздің осы Ақтөбе және Тараз басқа да қалаларға қоқыс жәшіктерін қоюға ұмтылып жатыр. Бұлай қарап тұрсаңыз, уақыт өте келе, бізде сол Алматы, Астана қалалары сияқты дамыған қала боламыз. Ал білім алушылар, бізде алдарымызда қағазда аргументтеріміз тұр. Қолдаушы жақтың артықшылығы, қарсы жақтың аргументтері тұр. Оларды біз алда оқып талқылайтын боламыз. Ал енді біз бүгінгі дебатымызды қорытындылай келе, адамның табиғатсыз күні жоқ, табиғатты оны айтарға тілі жоқ. Яғни адам табиғатсыз өмір сүре алмайды, ал табиғат өз тілінде бізге ескерту жасай алмайды. Сондықтан қоршаған ортаны қорғау біздің басты міндетіміз екенін біле жүрейік оқушылар. Қатысқандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.